Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Фариза Тоқсанбаева. Бүгін сіздерге осындай әдемі сумка, рюкзак, кіләшарға арналған ерекше тойбастармен шығып тұрмын. Осының мастер-классын сіздерге көрсететін боламын. Қалай жиналатынын, расход қандай болатынын, соның бәрін айтатын боламын. Ендеше менің каналыма тіркеліп, қолдап қойыңыздар. Сумкамыздың шаблонын шығарып аламыз. Ол үшін бізге 6 парақ кетеді. Осындай крышкасы болады, алдыңғы, артқы стенкасы, екі шетіндегі частьтар, кармашек, лямкалар, сондай бәрі бірге 6 қағаз кетеді. Одан кейін шығарып алғаннан кейін қайшымен бәрін қиып шығамыз линия бойынша. Бәрін қиып болғаннан кейін енді сызықтар бойынша беговка жасап майыстырып шығамыз. Міндетті түрде қағазыңыз 250-300 грамм болған дұрыс болады. Өйткені менікі мына жерде 200 грамм қағаз болғаннан кейін менің сумкам кішкене жұқалау, ішіне зат салса штоп қалатындай, сондай осал болып шықты. Сондықтан сіздер егер жасаймын десеңіздер 250-300 грамм қағаз алғандарыңыз дұрыс болады. Бәрін майыстырып болғаннан кейін горячий клей, яғни ыстық клеймен жабыстырғандарыңыз дұрыс болады. Мен бұл просто так жасап атқаннан кейін скотчтай салдым. Негізі скотч кішкене слабый болатын сияқты, сондықтан да ыстық клеймен жасағандарыңыз дұрыс болады. Осылай бәрін ыстық клеймен, немесе мен сияқты двусторонний скотчпен жасап бәрін жабыстырып шығамыз. Осы қазір видеода қай жерге кететінін, қай қағаз қай жақ екенін осы жерде көре аласыздар. Мұқият қаралаңыздар. Мына жерде мен екі шетін жабыстырып жатырмын. Дұрыстап әдемілеп жабыстырмасаңыздар қисайып кетеді, дұрыс болмай қалады. Сондықтан да асықпай отырып, мұқият жабыстырғандарыңыз дұрыс болады. Екі шеті жабыстырдым. Енді алдыңғы бетін жабыстыратын боламыз. Алдыңғы беті тура артқы беті сияқты екеуі бірдей, бірақ мен ойлап тұрмын, мына жерде алдыңғы беті кішкене қысқалау болған дұрыс сияқты, өйткені аузы кішкене дұрыс жабылмай қалып тұр. Бұл жерде де өте ыңғайсыз, жабыстырған кішкене қолды үйрету керек сияқты. Бірақ шаблон өте қатты ұнады маған, сондықтан да өйстіп жинап сіздерге көрсетіп жатырмын. Все, ипстікі дайын болды. Екі шеті алды арты. Енді астын жабыстыратын боламыз. Асты осындай. Негізі астын қатайтып, екеу жабыстырса да болады. Немесе қалың картон жабыстырса да болады. Астына одан кейін дно тұр ғой, соның үстіне жабыстырса да болады. Ана заказ жасайын десеңіздер. Өткені бұл сумканың ішіне біраз зат салады ғой, үлкен болғандықтан асты көтермей қалуы мүмкін. Мінекей біздің сумкамыз дайын болайын деп қалды. Енді біз алдындағы қалтасын жабыстыратын боламыз. Мына жерде тұрған алдында қалтасы. Маған өте қатты ұнады осы қалтасы. Шынымен де сумка сияқты болып көрінеді. Оны осылай просто так алдына жабыстыра саламыз.
қалтасы да дайын болып қалды. Енді үстіңгі жабылатын жерін жабыстыратын боламыз. Жабылатын жеріне біз жаңағы атын жазамыз. Баланың Тойбастар, арам тілашар деп жазып қойдым ғой, сол сияқты. Бірақ менікі кішкене жоғары жаққа қарай кетіп қапты жазуы. Сіздер кішкене төмен қарай жазсаңыздар болады. Төбесінде осылай жабыстырдық. Біздің сумкамыз почти дайын болды. Енді артындағы осындай лямкасында жабыстырып, полноценный сумка алып жасайтын боламыз. Кәдімгідей шынымен де сумка сияқты болып көрінетіндей. Болды, сумкамыз біздің дайын. Бірақ мен бағана айтып кеткендей, алдыңғы жағы маған ұзын сияқты болып көрінді, биік сияқты болып. Сондықтан да мен осылай алдыңғы жағын қиып тастадым. Өйткені бетіндегі жауып тұратын жері дұрыс жабылмай тұр. Все, енді осы результат маған ұнады. Сумкамыз осындай әп-әдемі болып шықты. Бірақ бетіндегі жабатын крышкасы ашылып кете береді. Соны қалай жапсам екен, қалай ұстатып қойсам екен деп былай ойландым. Скотчпен жабыстырып тастайын десем, мысалы клиентке беретін кезде ол кісі қай жақтан салады, конфетті салатын нәрсесін. Сондықтан да егер идеяларыңыз болса, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Қош сау болыңыздар.